атамызға көтен атамызға мына сырдың мойнынан бір сал болып ауырып жатқан баланы алып келеді көтеріп. Сонда атамыз ат суарып жатады ғой. Ат суарып жатады. Сөйтіп ат суарып жатса, ана кісіден шыдамай ана қиналған баланы көтеріп ат суарып құдықтың бойына келеді ғой. Құдықтың бойына келіп ана баланы жатқызып қойып атаға қарап тұрады ғой. Көмектесің, мына бала қатты қиналып жатыр деп. Сөйтсе атамыз ана жылқыны суарып болғаннан кейін ана науа болды ғой, науа, жылқы су ішетін. Сол судан ана науадан алып ана балаға беріңдер дейді. Содан ана әкесі мен шешесі ме екен ана баланың ренжіп келіп ішінен неге атамына науадан бер деп айтты екен, ат ішкен деп ренжісе де береді ана балаға жаңағы суда науадан. Содан атын байлап үйсіп келеді ғой. Содан келеді ана әкесі мен шешесін біліп тұрады, ол кісі қасиетті әулие кісі ғой, біліп қояды ана ренжіп тұрғандарын. Содан айтады, ана балаларыңның емі дейді, ана жылқының сілекейінен емі дейді. Жылқының сілекейі, су ішкенде жылқының сілекейі ағады екен ғой суға. Судың бетінде тұрып алады екен қалқып. Содан ана бала сал болып жүре алмай келген бала атып тұрып жүріп кетеді ойнап. Өз аяғымен қайтады.